Біз арабша түсінбейміз, біз арабша оқып жатырмыз. Бірақ Аллаға шүкір, қазір перевод деген нәрсе бар. Бір оқыңызшы. Сондағы оқып атқан смысл, Құдайға не деп сөйлеп жатырмын мен? Яғни Алла тағаламен сөйлесіп жатырмын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахым деп тұрсыз сіз. Бүкіл әлемнің рахманды Раббымсың ғой сен менің. Ертең қиямет болады, сен ғана соның басшысы боласың. Ертең әділдік келеді. Бүкілі әшкере болады, бәрінің әділдігімен қойып бересің. Саған мен табынып жатырмын, Аллахым, сенен ғана жәрдем сұраймын. Аллахым, мені тура жолында адастырмашы. Бұрынғы ашуланған, лағынетіңді айтқан, жойып жіберген қауымыңнан емес, неғмет берген, қуанған, оларға разы болған қауымыңның жолын берші маған, деп жатсыз Фатиха сүресінде. Ойлаңыз, қазақша қалай айтылып жатыр? Сол сияқты басқа сүрелерде сіз солай айтып жатсыз ғой. Бір оқып алыңызда сондай қылып айтып жатырмын Құдайға. Құдай маған қарап тұр деген нәрсе. Төбеңде камера тұрса, сен керемет адамсың, заңды бұзбайсың. Ал Құдай саған солай қарап тұр ғой.